Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз осындай тауық еті мен күріш дайындаймыз. Оның құрамы өздеріңіз көріп тұрғандай заттар қажет. Егер сіздердің үйлеріңізде тауықтың еті ғана және де осындай күріш қана болатын болса, осы тамақты жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен осылай пиязды ортасынан бөліп, осылай төрт бұрышты етіп турап аламыз. Және де жаңағы сәбізімізді де ортасынан бөліп, төрт бұрышты етіп бөліп аламыз әдемі осылай етіп. Сосын картобымызды, содан кейін жаңағы қызыл бұрышымызды, төрт бұрышты және жаңағы біздің қырыққабатымызды және тауықтың етін бөліп аламыз. Мен жаңағы табаға 3 кесе салдым күрішті. Осылай жаңағы қазанымызға майымызды құйып, жаңағы тауығымызды салып, осылай жақсылап тұрып қуырып аламыз. Сосын кішкене араластырып, сосын оны тағы да араластырамыз. Абайлаңыздар, өте ыстық. Содан кейін тағы да кішкене араластырып жібереміз де пиязымызды қосып жібереміз. Және де пиязбен бірге оны тағы да бір рет араластырып аламыз. Осылай содан кейін жаңағы сәбізімізді салып аламыз. Сосын сәбізімізді салып болғаннан кейін осылай араластырып аламыз жақсылап. Осылай 1-2 минут араластырып тұрып, картобымызды салып жібереміз. Осылай. Содан кейін бәрін бірге жақсылап тұрып, айналдырып, араластырып аламыз. Бұл 1-2 минут осылай қуырылып тұрады. Содан кейін дайындап алған 2 қасық томатымызды осы жаңағы қазанымызға салып аламыз. Осылай әп-әдемі айналдырып, сосын онды араластырып жібереміз. Айналдырып, сосын бұл 1-2 минут тұрады. Кішкене. Содан кейін үстіңе тұз, кристалл, қара бұрыш, қызыл бұрыш талғамдарыңызға қарай себесіздер. Содан кейін 1,5 стақан су. Оның бәрі тұрады. Жаңағы біздің дайындап қойған күрішіміз піскеннен кейін оны жақсылап алып, осылай тәрелкемізге салып, осылай айналдырып, үстіне ыдыс қойып, осылай әдемілеп тұрып, жаңағы келесі тәрелкемізге осылай аударып аламыз. Аударып болғаннан кейін жаңағы дайын болған тауығымызды осылай ішіне саламыз. Достар, бұл тамақты сіздер қонақтар келгенде не болмаса балаларыңызға жасай аласыздар. Каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.